Құрметті қазылар алқасы, қадірлі ұстаздар және достар, мен бүгін сіздердің алдарыңызда табиғаттың үнсіз дабылын жеткізу үшін келдім. Ол Қызылорда өңіріндегі экологиялық өзгерістер мен шөлейттену мәселесі. Біздің сыр өңірі тіршілік пен тарихтың алтын бесігі. Алайда соңғы жылдары бұл өңірде табиғаттың тепе-теңдігі бұзылып, жер құрғап, жасыл алқаптар азайып барады. Бұл жай ғана табиғи құбылыс емес, бұл болашаққа төнген үлкен қауіп. Біздің өлкеміз сыр елі. Бұл талай тарихтың куәсі, талай өркениеттің бесігі болған қасиетті мекен. Бірақ бүгінде сол киелі жердің келбеті өзгеріп бара жатыр. Көз алдымызда жасыл аймақтар сарғайып, құнарлы топырақ тозып, табиғат өзінің тепе-теңдігін жоғалтуда. Бұл құрғағы дала ғана емес, бұл үнсіз қауіп. Осы қауіптің ең үлкен себептерінің бірі Арал теңізінің трагедиясы. Бір кездері шалқыған теңіз бүгінгі күні тартылып, орны тұзды шөлге айналды. Теңіз табанынан көтерілген тұзды шаң мыңдаған шақырымға таралып, ауа мен топырақты ластап жатыр. Бұл тек табиғатқа ғана емес, адам денсаулығына зор қауіп төндіруде. Шөлейттенуге қарсы күресте маңызды қадамдардың бірі сексеуіл отырғызу. Сексеуіл шөлге тозымды, құмды бекітетін ерекше өсімдік. Ол желмен ұшатын, құм мен тұзды тоқтатып, топырақты қоршауға көмектеседі. Сонымен қатар климаттың өзгеруі, судың азаюы, жерді дұрыс пайдаланбау да шөлейттену үдерісін күшейтіп отыр. Сырдария суының азаюы егінге, малға, жалпы тіршілікке әсер етуде. Бұл болашаққа төнген нақты қауіп. Жоңышқа жасыл өмірдің бастауы. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында жоңышқа өсіруде маңызды рөл атқарады. Жоңышқа топырақ құнарын арттыратын, ылғалды сақтайтын мал азығы ретінде тиімді өсімдік. Жоңышқа плантациялары топырақты эрозиядан қорғайды, жердің құнарын қалпына келтіреді, экологиялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұл қураған жерге қайтадан жан бітірудің бір жолы. Экоблогер ретінде тек мәселені ғана айтып қоймай, оны қоғамға жеткізуді, адамдардың экологиялық санасын оятуды мақсат етемін. Себебі табиғатқа деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Егер біз бүгінгі табиғатты қорғамасақ, ертең табиғат бізді қорғай алмайды. Құрғаған дала бұл табиғаттың үнсіз ескертуі. Ал сол үнсіздікті есту біздің міндетіміз. Келіңіздер, табиғатты бірге қорғайық, жер анаға жанашыр болайық. Назарларыңызға рахмет.